Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер-невропатолог Ақжарқын Исқазқызы. Бүгін сіздермен 1 айлық баланың дамуы туралы сөйлесетін боламыз. Қанша салмақ қосу керек, қанша бойы өсу керек, қандай неврологиялық ерекшеліктері болады 1 айлық балада, және де қай кезде міндетті түрде дәрігерге баланы көрсету керек. Осы туралы толық мәліметтер алатын боласыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление значокты басып, каналда активті болып, комментариялар жазып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Сіздің балаңыз 1 айға толды. 1 айға толып, балаңыз уже біраз салмақ қосып, біраз бойы өседі, иә. Сіздер 1 айға толған кезде міндетті түрде жалпы тәжірибелік дәрігеріңізге, учаскелік дәрігеріңізге қараласыз. Ол жерде салмағын өлшейді, бойын өлшейді, және сіздерді невропатолог маманына жібереді. Бала 1 айға толған кезде орта есеппен 600 граммен 1 килограмның ортасында салмақ қосу керек. Яғни сіздің балаңыз егер 3 килограмм болып туылатын болса, 3 кило 600 немесе 4 килограмм салмақ болу керек. Басының өлшемі жоқ дегенде 1-1,5 сантиметр өсу керек. Егер сіздің балаңыз туылған кезде 36 сантиметр болса, басының өлшемі 37-5 сантиметр болу керек, орта есеппен алғанда. Және де бойының өсуі 2-2,5 сантиметр болады. Яғни, егер сіздің балаңыз 50 сантиметр болып туылатын болса, 52-52,5 сантиметрге өсу керек. Енді сіздің балаңыз невропатологқа келді, келген кезде біз міндетті түрде баланы неврологиялық тексеруден өткіземіз. Ол кезде 1 айлық бала басын міндетті түрде ұстау керек. Яғни баланы басын ұстау деген кезде тіп-түзу ұстамаса да, бала уже басын көтере бастау керек. Әсіресе ішпен жатқан кезде басын көтере бастайды, және арқамен жатқан кезде, қолынан тартқан кезде бала ақырын басын ұстай бастайды. Келесі, бала аяғын міндетті түрде тіреу керек. Яғни бала туыла салып уже аяғын тірейді. 1 айлық бала уже уверенно аяғында тұру керек. Және де алдында мен өзім неврологиялық қандай ауытқуларды үй жағдайында білуге болады деген видео түсірген болатынмын. Сол видеоны көретін болсаңыздар, мен сол жерде именно үй жағдайында қалай тексеру керек, сол туралы айтып өткен болатынмын. Тағы да бір рет көрсеңіздер болады. Енді сіздің балаңыз 1 айға толған кезде міндетті түрде көзінің көретініне сіздер жаңағыдай көздеріңіз жету керек. Яғни бала мысалы жарық затқа қарау керек біраз уақытқа, және де анасының бетіне біраз уақытқа дейін қарай алу керек. Және де біраз уақыт слежение дейді ғой, яғни басын мысалы жарық затқа қарата бұра бастау керек. Ол дегеніміз баланың көзі көреді деген сөз. Және де бала қатты дауыстарға шошиды, егер резкий дауыс шығатын болса, бала мысалы селк ете қалады, значит баланың құлағы естиді, реакциясы жақсы. Және де бала мысалы күледі. Кейбір жағдайларда жаңағыдай қатты күлмесе де жымиып, күліп, бала әртүрлі дауыстар шығару мүмкін. Деген сияқты аз-аздан уже гуілдей бастайды бала. Одан кейін барып баланың жаңағыдай желательно тамақтануы жағына келетін болсақ, міндетті түрде емшек емген дұрыс. Емшек емген балада иммунитеті жақсы болады, және де анасына да пайдалы, және балаға да пайдалы. Және бала мен ананың арасындағы жақсы контактының пайда болуы емшек емізуге өте жақсы әсер етеді. Емшек емізген кезде бала мен ананың контакты жақсы болып, көзбе-көз контакт, әртүрлі анасы баласына жаңағыдай өлең айтып, немесе басынан сипап емізген балаға өте үлкен жаңағыдай жақсы әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде баланы емшек емізген дұрыс.
Және де баланың ұйқысына келетін болсақ, бала в среднем орташа алған кезде 14-15 сағаттың көлемінде ұйықтайды. Бала егер қатты мазасызданып іші кеуіп бір жылайтын болса, ондай кезде қатты сілкілеп, қатты жаңағыдай тербетуге болмайды. Қатты сілкіген кезде баланың басында майда тамырлары жарылып, баланың миы шайқалуы мүмкін. Сондықтан баланың басын қатты шайқамау керек. Және бала жатқан кезде желательно тегіс жерде жатқаны дұрыс. Үстіне ешқандай көрпе жаппаған дұрыс. Өйткені бұл көрпе бетін жауып қалу мүмкін және тұншығу қаупі жоғары болады. Және бір айлық баланы емізген кезде анасы міндетті түрде емізіп болған соң өзінің бөлек керуетіне жатқызып қою керек, өйткені тоже тұншығып қалу қаупі болады. Енді бала қай кезде міндетті түрде медициналық тексеріске жаңағыдай әкелу керек. Біріншісі, ол бала өте мазасыз, көп тоқтамай жылайтын болса. Екіншісі, бала құса беретін болса, қанша емет сонша құсатын болса. Үшінші, бала салмақ мүлдем қоспай жатса. Төртінші, бала іші тоқтамай өтіп жататын болса. Бесінші, бала 36-та 5-тен температурасы төмен және 37-те 5-тен температурасы жоғары болса. Және баланың кіндігінде бір іріңдеу, қызару, немесе үстінде бір іріңдеген жаралар болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Кейбір жағдайда балалар өте қатты жаңағыдай сарғайып кетеді. Бұл жаңағыдай токсическая желтуха дейді, яғни ятрогенный. Срочно тоже дәрігерге қаралу керек. Осы белгілерді сіздер міндетті түрде жаттап алуларыңыз керек. Және де бұндай белгілер байқайтын болсаңыздар, міндетті түрде дәрігерге қаралуларыңыз керек. Екпелерді балаларға обычно 2 айдан бастап салады. Сондықтан 1 айда көп жағдайларда екпе салынбайды. Тек қана роддомда туылған кездегі екпе салынады, және де уже қалған екпелері 2 айдан жоғары салынады. Енді осы мәліметтер сіздерге пайдалы болған болатын болса, міндетті түрде лайк басып, комментариялар жазып, видеоны бөлісіп отырыңыздар. Балаларыңыз өсе берсін, дами берсін, сіздерді қуанта берсін. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.